Дәр қазір қысыр келгенде күліп, қалдыңдар ма, біз мына отырмыз, күшті көңіл көтеріп демеңдерші, иә. Тағы бірдеңе кетіп қалар, көңілдеріне алып қалар. Бағана негізі шынымен жынданып қалды олар. Жоқ апай, біз олай істемейміз ғой. Мына сағыз дәмді сияқты. Күшті, алма дәмімен, өте дәмді. Ал менікі құлпынай дәмімен. Ал менікі білмеймін. Жай ғана менің киіміме кішкене үйлесіп тұрған соң ала салдым. Саған бәрібір сияқты ғой. Так, не істесек болады? Мынау күшті ғой. Так, балалар, не көріп жатсыңдар? Жаңалық сендерге қызық емес қой мыналар. Мынау қызық сияқты. Бұл не? Апай, бұны көрмей қалшы. Жарайды, мынаны өшірейік. Бағана не көріп жатсыңдар деді? Акула жай. Қызық секілді ғой. Онда көрейік та, жақсы апай. Так, шығайық. Өзінше бізді қорқысылар келе масында қоян сондайлармен. Түкте қыз сондайларға кәдімгідей бір милар жетпей ма көріп қалады деген бір шамалы бір түрлі солар. Өзен қорқытайық та солай бір күні. Шынымен қорқыту керек, іздеу керек онда бізге. Қалай Салмас ағай, қалайсыңдар балалар? Жағдайларың жақсы ма? Бізде барлығы жақсы. Өзіңіз істеп жатқан бірден көмек керек пе? Жоқ ағай, ешіне көмек керек емес. Жақсы балалар. Жақсы ағай. Кеттік онда біз. Өз немізбен жұмыспенмен бара берейік. Так, не істеп отырсыңдар? Сендер бір отыра бересіңдер. Қыздар, келсеңдерші. Келсеңдерші, неге қашып баратсыңдар? Қойыңдар, сендермен отыратын уақытта жоқ. Бір минутта тұрғым келмейді. Сол ғой, бұлармен тұру мүлдем жаман ғой, негізі ше. Бізді қорқытатын болса, басқа жерге тықпай ма дұрыстау? Соны айтам. Еще төр білмей кетіп қалдық қоя. Бізді қашан қорқытады екен? Маған да сол қатты қызық болып тұр. Қашан қорқытады екен бізді шынымен? Бір күні тоже бізге де істеу керек. Ертең или бүгін, или уақыт жетеді негізі. Бізде әлі уақыт жетеді ғой. Жазғы лагерь бола, бір айда өсіяқта боламыз ғой. Қызық болып барады. Бірақ апайдың істегені дұрыс болмады енді. Жарайды, қойыңдаршы, ол туралы әңгімелескім де келмейді. Жүріңдерші, кеттік онда. Не істесек болады? Білмеймін, жүріңдерші. Өз ісімізбен айналсайық. Кім не жақсы көреді? Айтып кетсеңдерші. Не жақсы көресіңдер? Өздерің көріп тұрғандай, мен кітаптар жақсы көрем. Жақсы, бірақ қалай кітап оқиды? Түкте түсінбеймін сендерді. Кітап оқу, оңай, сен тек жақсы көріп оқысан болғаны. Давай алып көрейік. Так, мен таулар жайым. Так, мына сары кітап. Әлемдегі әртүрлі үйлер жайлы болмақ. Жарайды, кеттік, оқиық. Так, мынақта екі отыратын орындық. Үшіншісін алып келу керек. Мына кітап ұстай тұрыңдар, сонда мен барып келейін. Так, алып келдім. Бере тұр кітабымды. Міне ала ғой. Енді отырып кітап оқиық. Вообще, кітап қалай оқисыңдар? Мен түсінбедім сендерді ше, бар ғой. Сен кітапты жақсы көріп оқысан, вообще барлық қызық негізі де. Мысалы, сен өзің жақсы көрмейтін кітабыңды оқитын болсан, ол саған түкте түсініксіз, түкте қызықсыз болады. Ал сен өзің қатты қалап жүрген сондай нәрселерді оқысан, ол саған өте қызық болады. Сондықтан кітаптың кемшілігі ешқандай жоқ. Түсіндің ба? Зарина. Атын ұмыт қала берем. Орыстардың атына да ұқсай ма? Сондай бірдеңке деме. Бірақ негізі кітаптың өзі өте қызық. Оқысан қызық қой бәріне енді. Мен өзім солай қызығып кеткенмін. Білмеймін Айсұлуды қалай қызыққанын енді. Жарайды да оқиық. Мынау қызық сияқты ма? Или білмеймін әлі. Қандай болады екен, Мына кітап өте қызық қой. 1 сағат өтіп кетіпті оқығанымызға. Уже өтіп кеткен ба? Так, маған ұнады кішкене енді қатты енді білмеймін. Ұнады ма?
Сен оқымаған сияқтысың ғой. Иә, көрініп тұр. Жоқ, оқыдым, бірақ енді түк түсінген жоқпын. Давайте, қыздар, басқа кітап оқымай қояйықшы, шаршап кеттік қой. Онда мен ана жерге кітаптарымды қоя салайын. Ана жерге кітаптарды қоя салайын болса, қоя салайыншы, қойшы, тағы реттеп отырмай. Кім не жақсы көреді? Мысалы, мен планшет ойнаймын. Планшет көремін, қызықты нәрселер. Сендер не істейсіңдер? Өздерін. Ал мен өзім көріп тұрғанда блокнот жазамын. Сурет салған жақсы көремін. Ал сен не хоббиің бар? Ой, мен қатты ондайларға қызыға бермеймін. Өзіме просто оформление ұнайды, күшті оформлять еткен ұнайды. Онда жақсы. Кеттік телефонды. Давайте қорқытатын нәрсе оларға ойластырайық. Ойластырайық. Келіндер мына жерге отырып алайық та ойластырайық. Кеттік, онда бастайық. Мынау қорқынышты ғой. Тез тауып алдық барақтан ше. Әйтеуір жүретін едік, сандалып, таппай. Шынымен, бірақ мынау қатты қорқынышты болғандықтан сап тастай салайыншы. Себебі өзім қорқып кеттім, не только ұлдар. Иә, сала салайықшы. Шынымен қорқынышты ғой. Иә, қандай мықты қыздарымыз. Онда біз кеттік, ұлтадан түр жасап алыңдар сендер бірінші. Чтобы өту үшін. Міне жасап алдық түрімізді. Енді барып кетейік. Онда қыздар. Қыздар, келіңдер. Не істеп жүрсіңдер? Я, келсеңдер, отсаңдаршы. Я, отсаңдаршы. Отыратын орын көріп тұрсыңдар ма? Үшеуміз бір жерге сығылысып отырайық па? Жоқ. Сол ғой, бір-біріміз үстімізге сығылысып отырамыз. Бірақ орын бар ғой. Миллион, келіңдер, наққа отырыңдар біреулерін. Апай, мен сізге бір нәрсе айтайыншы, негізі ше. Мен айтайыншы, не болды айта қойыңдар. Негізі еркек, жігіттер, қыздарға орын беру керек қой. Неге сіз бізге орын беріп жатырсыз? Мен осыны түсінбедім. Жай енді сол ғой, неге ұлдар бермейді? Қыздар, енді мен тәрбиешімін, мен отпауым керек, негізі балалар демалу керек, жақсылап өзін істеу керек. Апай, істеу керек болсақ, неге біз анаяқта ыдыс неғып жинадық? Біз вообще істемеуіміз керек қой, біз демалатын болсақ, неғып істедік онда біз бала болатын болсақ. Енді сендер үйренсін дегенмін ғой. Апай ғой сөйлемесіңдер. Я, апай ғой ол не дегенмен. Сол ғой неғып олай дөрекі сөйлеп жатырсыңдар. Ой, қойындаршы, сендер вообще ауыздарын жабындаршы. Сол ғой, сендер бізге ақыл үйретейін деп беріңдер. Қыздар, енді кешіріңдерші. Енді жинау керек қой, қыз баласы үйрену керек. Ой, апай, олай үйренбей-ақ қояйық. Сол ғой, үйде де үйрене береміз. Енді кешіріңдер, отырыңдар наяққа, демалыңдар, сендер шаршаған шығасыңдар. Я, наяққа тұрайық, бізде сендер отыра беріңдер. Отырыңдар дейма, жарайды, отырайық, ал не істейсіңдер? Так, келіңдер қыздар, үшеуміз бірге отырайық. Я, отырайық. Үші бізге пранк істеп қояды, тыныш сөйлейік бірақ, я. Пранк істеймін дейма. Достар, қалайсыздар? Жағдайларың жақсы ма? Жазғы лагердің 3 сериясы бітті. Бұл өте қызық болып жатыр деп ойдамын. Тіркеліп лайк бас комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Активтерін көбейтіп жүрейік. Алдында мощный активтеріңіздер. Енді тағы да сөйтейікші, бүгін сіздерге қызықты түсіріп, бүкіл немді қалай айтсам болады, бүкіл энергиям құртылып жатыр. Сондықтан тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар. Пока-пока.